Сәлем достар, біз сіздермен нүктеден жастыққа дейінгі арақашықтықты табудамыз. Бүгінгі бізде берілген есептің шартында екі түзу берілген. L түзуінің канондық теңдеуі және M түзуінің екі жастықтың арасында қиылысқан түзуі берілген. Осы екі түзудің параллель екенін дәлелдеуіміз керек. Алдымен L түзуінің суретін салатын болсақ, L түзуі мен M түзуі параллель болу керек. L түзуінің бағыттаушы векторының координатасын таба аламыз. Яғни бұл түзуге бағыттаушы P векторы бар. P векторының координатасын табатын болсақ, ол біздегі бөліміндегі 6, 2, минус 1-ге тең. 6, 2, минус 1-ге тең. Ал M түзуі екі жазықтықтың қиылысуында пайда болған M түзуі болып тұр. Олай болса, екі жазықтықтан біз әрқайсының жеке-жеке нормаль теңдеуін таба аламыз. Алдымен альфа жазықтығы деп қарастырсақ, оның теңдеуі x минус 2y плюс 2z минус 8 тең 0. Осы альфа жазықтығындағы перпендикуляр болатын нормаль, n1 нормаль векторының координатасы, абсцисасы 1-ге, ординатасы минус 2-ге, ординатасы 2-ге тең. Ал екінші жазықтықты біз бета жазықтығы деп қарастыратын болсақ, оның теңдеуі x қосылған 6z минус 6 тең 0. Бұл бета жазықтығын n2 нормаль вектор деп қарастыратын болсақ, оның абсцисасы 1-ге, ординатасы 0-ге, аппликатасы 6-ға тең. Енді осы екі нормаль векторлары бір-бірімен қиылысады. Олай болса, осы M түзуінің P бағыттаушы векторын P1 деп белгілесем, ол бізде екі нормаль векторларының векторлық көбейтіндісіне тең. Яғни екі жазықтықтың нормаль векторының векторлық көбейтіндісі арқылы біз M түзуінің P1 бағыттаушы векторының координатасын табамыз. Оны табайық. P1 векторының координатасын табайық. Векторлық көбейтіндісі I, J, K арқылы жүктейміз. Бірлік векторлар арқылы. N1-дің орнына бірінші бағыт нормаль векторының координатасы 1, минус 2, 2-ні қоямыз. N2-ге 1, 0, 6-ні қоямыз. Осыны алдымен I бойынша жүктейтін болсақ, жоғарғы бөлікке жазайық. I бойынша жүктейтін болсақ, бірінші жол бірінші баған минус 2, 2, 0, 6 және бірінші жол екінші баған болғандықтан таңбасы минус J болады. Оның координатасы 1, 2 және 1, 6. Енді бірінші жол үшінші баған бойынша K векторынікі. Яғни бірінші жол үшінші баған 1, минус 2 және 1-ден 0-ға тең. Мәндерін есептейтін болсақ, минус 12i, 6-тан азайтамыз 2-ні 4, алдында минус 5, минус 4j. Және k-нікін 1, 0, минус 2-ні азайтатын болсақ, плюс 2k. Сонда P1 бағыттаушы векторының координатасы абсцисасы минус 12-ге, ординатасы минус 4-ге, аппликатасы 2-ге тең. Енді бұл екі түзу параллель болу үшін олардың сәйкес координаталарының қатынасы бір санға тең болу керек. Сонда P векторы мен P1 векторының сәйкес координаталарын қарастырайық. P-нікі 6-ның минус 12-ге қатынасы тең болу керек, 2-ның минус 4-ге және тең болу керек, минус 1-дің 2-ге қатынасы. Барлығы тең болады минус 2-ден 1-ге. Олай болса, L түзуі мен M түзуі параллель деген сөз. Яғни бұл екі түзуінің параллельді екендігін дәлелдейді. Енді келесі сабақта бізге осы L түзуі мен M түзуінің арақашықтығын табуды қарастырамыз. Ал әзірше сау болыңдар.